Қайырлы күн баршаңызға күндеріңізге сәттілік тілейміз. Сіздермен бірге Балқаймақ арнасы. Бүгін біз керемет дәмді бір жасағаннан шығатын ореховый печенье дайындайтын боламыз. Яғни жаңғақты печенье. Ол үшін осындай үй температурасында тұрған майымызды ыдысымызға салып, осылай ұсақтап алатын боламыз. Неге ұсақтап алғаннан кейін үстіне шекерімізді салып, осылай араластыратын боламыз. Осылай араластырып, шекерімізді ертіп алғаннан кейін үстіне кішкене шым-шым тұз салып, дәмін келтіреміз. Және ванилинімізді татымына қарай кішкене салатын боламыз. Біздің печеньеміздің основасы осылай дайын болды. Енді осының барлығын араластырып, әдемілеп біркелкі масса қылып ертіп аламыз. Енді үстіне бір жұмыртқаны саламыз. Бір жұмыртқамызды салып, және бір жұмыртқаның сары уызын ғана салатын боламыз. Ал ақ уызын бөлек ыдысқа алып қалатын боламыз. Неге біздің осындай печеньеміздің құрамдарын осылай біркелкі салғаннан кейін әдемілеп араластырып, сұйықтау масса дайындаймыз. Осындай сұйықтау массамыздың үстіне енді печеньеміздің аты айтып тұрғандай жаңғақты қосатын боламыз. Бұл жаңғақ менде арахисті әдемілеп ұнтатып алатын боламыз. Неге әдемілеп ұнтатып алғаннан кейін осы жаңағы жасалған массамыздың үстіне салатын боламыз. Неге бұл 2 ас қасық бізде қуырылған арахис жаңғағы. Егер осы менің видеом ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Неге осындай печеньеміздің массасын әдемілеп араластырып алғаннан кейін енді ұнды салатын боламыз. Ұнды салып отырып, үстіне 1 шай қасық разрыхителімізді салатын боламыз. Және ұнымызды біртіндеп аз-аздан салып масса дайындайтын боламыз. Мен кешегі жасап алған разрыхителімді осындай банкаға салып алдым. Енді сіздер де осылай жасап алсаңыздар, бұл разрыхитель көпке дейін жететін болады сіздерге. Толық видеосы менің каналымда барып, қарап, өздеріңізге сақтап алуларыңызға болады. Неге осылай біздің печеньеміздің массасын біртіндеп осылай дайындайтын боламыз. Ұнды аз-аздан салып, араластырып, әдемі жұмсақ қамыр шығаратын боламыз. Неге осындай бізде әдемі жұмсақ қамыр шықты. Енді осы қамырымызды 15 минутқа салафанға орап, кішкене тындырып қоятын боламыз. Неге осылай кішкене салафанға салып тындырып алғаннан кейін енді біз бетіне салатын жаңғағымызды дайындайтын боламыз. Ол үшін 60 грамм жаңғақты блендерден немесе кофемолкадан өткізіп ұсақтап алатын боламыз. Қатты ұсатып жібермеңіздер, өйткені бетінде ірі болып көрініп тұруы керек. Неге осындай қамырымызды алдық, әдемілеп, осындай құрт тәрізді жасап, қысып қолдың көмегімен әдемілеп, осындай сопақша етіп, болмаса дөңгелек, кімге қандай форма ұнайды, сондай қылып жасап, печеньемізді әртүрлі формаға келтіруге болады. Енді манаға алып қалған бір сары уыздың ақ уызын осындай ыдысымызға құйып алып, ұсақталған жаңғақтарымызды бетіне осылай сеуіп шығатын боламыз.
біртіндеп осылай печеньеміз жасап отырып пергамент төселген табамызға қойып отыратын боламыз. Осылай жасалған печеньеларымызды әдемілеп табаларымызға біртіндеп қойып шығып, араларын арақашықтығын сақтап, өйткені ол піскен кезде кішкене көтерілетін болады. Сондықтан арасын ашыңқырап осылай жасайтын боламыз. Біздің печеньеларымыз міне осындай әдемі болып шықты. Енді осыны қызып тұрған пешімізге салып пісіріп алатын боламыз. Барлығын құрамдарын описанияға жазып кететін боламыз. Сіздер де жасап көріңіздер. Міне бізде осындай әдемі жаңғақты печеньеміз дайын болды. Мінекей бір жасағаннан керемет жұмсақ болып әдемі болып шығатын осындай печеньеміз дайын. Енді тәттілеп шай ішуге болады. Баршаңызға ас болсын.